Адам бекерден бекер ашуланбайды. Бұл жүректің дерті. Мынау бізге пайғамбарымыз бекерден айтқан жоқ. Алла Тағала сендердің ешқандай жерлеріңе қарамайды. Сендердің түрлеріңе де, атақтарыңа, абыройларыңа, ақшаларыңа қарамайды. Бір денелерінде бір жұдырық ет бар, сол түзу болса, басқа дене түзу деп бекер айтқан жоқ та. Мынау жүрегіміздің іші дұрыс болмаса, сыртымыздағы әрекетте дұрыс болмайды екен. Қараңыздар, мынау жүректе ашу жүректен шығады ғой негізі. Ашуланғанда жүрегің тарсылдап, ұрып, қаның қайта-қайта айланып, ашуыңды өндіре алмасаң, жүрегің ауырып сөйтеді емес па? Бұл негізгі бір сипаттың болғанынан. Бұл кібір, тәкаппарлық, яғни өзін үлкен санау. Егер адамда ол кібір сипаты жоқ болғанда еді, оған бәрібір кім не істеп жатыр, кім оған не айтып жатыр, оған қызық емес. Кібір болған кезде сен қалайша маған осылай жасайсың, сен қалайша маған солай сөйлейсің деп біздің нәпсіміз көтерілмейді. Нәпсіміз көтеріліп кетеді да сол нәрсеге. Сен маған айтып тұрсың, сен осындай бола тұра дейміз да, осы адамнан өшімізді аламыз да, былай айтқанда. Яғни ашудың ең бірінші себебі қай сипаттан болады екен? Кібірлік, яғни тәкаппарлық. Осы тәкаппарлық сипатымыз бар адамдар, біз ашу ол гарантия болады екен да. Кішіпейіл адам ол еш нәрсені көңіліне алмайды. Енді осы туралы, ашу туралы хадисте не айтқан? Омар ибн Хаттаб айтады: кімде-кім ашуын баса алса, Алла ол кісінің әуретін жасырады дейді. Қараңыз, біз ойлаймыз, әурет тек қана ұятты жерлерімізді жауып жүру деп. Бірақ білесіздер ме, әурет деген нәрсе сіздің әрбір кемшілігіңізді Алла Тағала жасырып қояды екен. Қараңыз, сіз бір өте жақсы адам сияқты көрінгіңіз келеді. Бір байсалдылық, имандылық сияқты сіздің бойыңызда бір сипаттың болғанын қалайсыз? Всегда позитивный, ойына не деген бақытты адам күліп жүреді деген секілді адамдарға солай көрінесіз да. Бірақ бір күндері бір күн сіз ашулансаңыз, өз-өзіңізді ұстай алмай сол моментте деп шықсаңыз, ойлаңызшы. Елдің көзінің бәрі банка болады, мынандай адам еді ғой, масқара, мынаның мінезі мынандай екен ғой деп, мысалы, бір адамдар сөйтіп ойлайды да. Бұл деген сөз, сіздің әуретіңіздің ашылуы, былай айтқанда, сіздің кемшілігіңіздің ашылып қалуы. Ал сіз ұстамдылық болып, қанша ашуын ұстап тұрса да, не жеріңізден ұстап қалып, Құдай үшін кешіріп жүрсеңіз, сіз бәрібір қандай адам едіңіз, сондай күйде қаласыз. Яғни Алла Тағала сіздің кемшіліктеріңізді жасырып қалады екен. Кімде-кім ашуын ұстаса.